Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз чечевицаны суп жасайтын боламыз. Ол үшін бізге чечевица, сәбіз, картоп және қызанақ керек болады. Алдымен сәбіз бен картопымызды турап аламыз. Қайнап тұрған суға саламыз бірден. Кастрөлменде 2 литрлік, өлшемі сол бойынша видеоның астына жазылады достар. Бұл өте дәмді әрі пайдалы сорпа екенін барлығымыз білеміз. Қайнаған сайын көпіршіктерін міндетті түрде алып тастап отырамыз. Және де қызанақтың қабығын алып, 4-ке бөліп, сорпаға салып жібердім. 1 сағат бойы пісіреміз. Барлығы піскеннен кейін блендермен еземіз. Және сливке құямыз. Сливкенің пайыздығы 8, 10, 15% сливке болады. Сорпамыз дайын достар, жасап жатсаңыздар ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар.